Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік парақшамыздағы біздің тұрақты оқырмандар. Бүгін біз балалар жазушысы, ақын, аудармашы Қастек Баянбаевтың туғанына 85 жыл толуына орай балаларға шуақ шашқан өлеңмен атты поэзиялық кешімізді өздеріңізбен бөліскенді жөн санап отырмыз. Қастек Баянбаев ақынның өміріне шағын тоқтала кетсек, 1936 жылы 15 қараша күні Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ ауылында өмір есігін ашқан екен. Қазақ мемлекеттік университетінде білім алған. 1960 жылдан бастап Алакөл аудандық, 1965 жылдан бастап Алматы облыстық газет редакцияларында әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болып істеген. 1971-1995 жылдары жазушы баспасында редакция меңгерушісі, Жалын баспасында бас редактор қызметтерін атқарған. Еңбектеріне келетін болсақ, балаларға арналған Арғымақ атты алғашқы жинағы жазушы баспасынан жарық көрген. Өлеңдері бастауыш сынып оқулықтарына көмекші құралдарға еніп, кейбіріне әндер жазылған. Ертегілері бойынша мультфильмдер түсірілген. Орыс, украин, белорус, өзбек, болгар, молдаван, түркмен, Әзербайжан, Литван және басқа тілдерге аударылған. Сонымен бірге Қастек Баянбаев ақын көптеген шетел ақындарының өлеңдерін қазақ тілінде сөйлеткен болатын. Мысалға Бельгия ақындары және болгар ақындары, орыс ақындары, сонымен қатар осы түрік тілдес ұлттардың өлеңдерін қазақ тілінде сөйлеткен ақынның бірі. Енді жетістіктеріне келетін болсақ, 1986 жылы Тәтті сабақ жинағына Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлық берілген. Бұл Тәтті сабақ керемет рухани мұра болып отыр. Және Қазақ КСР жоғарғы кеңесіне құрмет грамотасымен, ерен еңбегі үшін медалымен 2005 жылы марапатталған екен. Ал енді құрметті оқырмандар, осындай белгілі ақын, балалар жазушысы және аудармашы болған, қазақ балалар әдебиетіне өзіндік үлесін қосқан Қастек Баянбаев ақынның өлеңдерін біздің кітапханамыздың тұрақты оқырмандары, осы ұлттық бөлімнің жас қаламгерлер үйірмесінің мүшелері өлеңдерін жатқа оқиды. Қастек Баянбаевтың бір өлеңін Айтқожа Әнел біздің оқырмандарымызға өзінің ынта ықыласымен оқып бергенді сұрап отырмыз. Жас қаламгерлер үйірмесінің мүшесі. Өлеңнің аты Ерденнің ерлігі деген. Өлеңді оқып берсеңіз. Ерденнің ерлігі. Көршілер Ерденді бала дейді өрденді. Ерден өрден аларлық, ашты ма бір жаңалық? Әлде айта жүрерлік, жасады ма бір ерлік? Жоқ, Ерденнің ерлігі. Бәрімізге белгілі, қалса үйінде оңаша, оған осы тамаша. Шкафтарды ашады, киімдерді шашады. Әкесінің бағалы өрдендерін тағады. Үйде біраз жүреді, көршілерге кіреді, сонсын тысқа шығады, маңғазданып тұрады. Батыр болып көрініп, қайтады үйге еліріп. Киімдерді жинайды, шкафқа енді сыймайды, бүктеп сала береді, уақыт тығыз себебі. Жұмыстан кеп әкесі, базардан кеп тәтесі, бір бүлікті байқайды, қиналып бас шайқайды. Тоздырдың қой киімді, қойсаң шенді мұныңды. Жалықпайды Ерден де, уәдесін бергенге, берген сертін ол бірақ, ұмытады соңырақ. Әдетімен қашанғы шкафтарды ашады, бәрімізге белгілі осы Ерденнің ерлігі. Қастек Баянбаев ақынның келесі тамаша өлеңін оқып бергелі тұрған республикалық айтыстардың жүлдегері Ерғасқанов атындағы облыстық жас ақындар мектебінің тәлімгері Ақтілек Қайымхан.
бір өлеңін оқып берсеңіз. Қастек Баянбаевтың Арыстанмен айқас. Қасым ертіп әпкемді келе жаттым тоғайда. Қос арыстан тап берді, мұнша сұсты болар ма? Құба жүзді қуарып әпкем жылап жіберді. Қыздың бәрі жылап, жұбатып көр сен мұны. Қайрат толды бойыма, жігітпін ғой жүректі. Жаудың көзін жоюға сыбандым қос білекті. Тұрған аңның алдыма, айырылып қалам ба құйрығынан алдым да, лақтырдым 40 қадамға. Маған шоши қарады, екіншісі ерекше, аяғымды жалады, жата қалып төбетше. Жоқ үрейде қорқуда, келем тоғай ішінде, осындай бір оқиға болған менің түсімде. Бәрекелді, тамаша, рахмет. Бұл Аттілек Қайымхан жалпы біздің кітапханадағы жас қаламгер үйірмесінің белді мүшесі, осы кітапханамыздағы әдеби шараларға тұрақты қатысып тұрады. Рахмет. Құрметті оқырмандар, болашақ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушылары Қастек Баянбаевтың шығармаларын осы кезден көбірек оқыған дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені балалар әдебиетіне өзіндік алтын қолын қалдырып кеткен жазушы. Келесі кезекті жас қаламгер үйірмесінің мүшесі Бағдат Сәния Әупілдек деген тамаша өлеңін оқып берсеңіз. Әупілдек. Әупілдектің дауысы күндік жерге жетеді. Тербеліп көл қамысы тау жаңғырып кетеді. Әупілдейді бір ауыз жаппай жақталмай. Біз білмейтін бір алып тау қопарып жатқандай. Тыным көрмей күнімен көтергендей ауыр жүк. Әупілдектің үнінен қалжырайды қалың жұрт. Кей даурықпа балалар қимылдайтын құр тілі. Әупілдекке айналар көтерсе бір шырпыны. Бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті оқырмандар, біздің кітапханамызда Қастек Баянбаевтың таңдамалы жинақтары бар. Бірінші томнан үшінші томға дейін және екінші, үшінші томдары бар. Сонымен қатар жүлде алған ақындардың өлеңі кірген осында бастау деген тамаша жинақ бар. Балалар әдебиетінде ақын жазушылар шығарма жазып, соның жүлде алған ақындардың өлеңдері топтастырылған. Және сонымен қатар Қастек Баянбаевтың Асар деген, Егіздер деген, Араша деген шоқтығы биік туындылары бар. Және біздің кітапханамызда осы балалар әдебиетінің, мысалға Тілашар, Жарты ғасырдың алтын қоры, тағы басқа біздің балалар әдебиетінің ақын жазушыларының туындылары топтастырылған кітаптар бар. Сондықтан құрметті бүлдіршіндер, болашақ қазақ тілі әдебиеті пәнінің ұстаздары, сіздер келіп біздің кітапханамыздағы ұлттық бөлімнен Қастек Баянбаевтың керемет, ғажап, мөлдіреп жазылған туындыларын алып оқуларыңызға болады. Және кітапхананың ұжымының атынан Қастек Баянбаевтай балалар әдебиетінің алтын қорына өзіндік мұрасын қалдырған үлкен атамызға алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.